кеттік. Кеше Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш қаласында жергілікті тұрғын өзара келіспей қалып, көрші ауылдың тұрғынына оқ атқан. Оқ жарақат салдарынан жәбірленуші ауруханада қайтыс болды. Полиция қызметкерлерінің жүргізген жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде қылмыс жасаған күдіктінің кім екені анықталып, оған іздеу жарияланды. Күдіктінің қолға түсіру бағытында шаралар қабылдануда, бірқатар сараптамалар тағайындалып, сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Вчера в Сарыагаше, Южно-Казахстанской области, местный житель на почве личных неприязненных отношений нанес огнестрельные дробовые ранения жителю соседнего села. Пострадавший скончался в больнице. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. В настоящее время принимаются меры по его задержанию.